Коммунизм районы Қазақстан 176 үй сатылымда. Мына жағымызда 43 мектеп жақын, және де мына жақ бөлігімізде жайлы мектебі бар. Көптеген супермаркеттер Торайғыров көшесінде орналасқан. Осыдан кейінгі көше асфальт, ауласы толық қоршалған пескоблокпен. Және де ауланың көрінісі стяжка, толықтай стяжка құйылған. Жер көлемі 7 сотықты құрайды. Мына тұста шағын бау-бақша егетін орны, септик, сыртқа әжетханасы, жаздық ас бөлмесі бар. Жаздық ас бөлмесі кең, жарық. Және де мына жағымызда үлкен үйі. 2020-да толықтай күйзелген қыштан салынған, 2025-те техпаспорт бойынша 2025. Үйдің размері 14-14, сырты травертинмен жасалынған. Енді үйдің ішкі көрінісіне қарай өтетін болсақ. Үйіміздің кіреберіс прихожка аймағы жылумен қамтылған. Кіргеннен сол жақ бетімізде үйіміздің ас бөлмесі. Ас бөлмесі өте кең, жөндеу жұмыстарынан өткен. Үйдегі жиһаздар келісім бойынша қалады. Едені паркет, және де жуыну бөлмесі мен әжетханасы толықтай кафелденген. Арнайы қонақ келгенде қол жуатын орны бар. Холл, осы холлдан бөлмелер тарайды. Үйдегі жиһаздар келісім бойынша қалады. Үйдің жалпы ауданы шамамен 180 метр квадратты құрайды. Балалар бөлмесі. Мына жақ бөлігімізде бір жатын бөлме тағы да. Қонақ бөлмесі де өте кең. Және де үшінші жатын бөлме. Басқа да сұрақтар жөнінен хабарласыңыздар.